Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгінгі сабақта Pinduoduo сайтының басынан аяғына дейін толық сабағын үйренетін боламыз. Осы видеоны басынан аяғына дейін қарап шықсаңыз, ешқандай курс сатып алмай-ақ, сіздер өздеріңіз Қытайдан товар заказ беруді үйренесіз. Алдыңғы жылыда мен Pinduoduo сайтының толық видео сабағын шығарған болатынмын. Одан кейін Pinduoduo сайтында өте көп өзгерістер болды. Төлем батырмасы өзгерген, одан басқа да өзгерістер болған. Маған комментарийға өте көп адамдар жазып жатыр. Сол жаңағы өзгеріс болған төлем батырмасын жасай алмай жатыр екен, түсінбей. Сол үшін мен Pinduoduo сайтының жаңадан толық видео сабағын түсіріп шығарып отырмын. Достар, осы видеоны қарамастан бұрын видеоға лайк басып, астына комментарийға қандай да бір сұрақтарыңыз болса, жазып кетсеңіз болады. Достар, мен сіздерге осындай пайдалы Қытай сайттарына байланысты тегін видео сабақтар шығарып отырсын десеңіздер, маған подписаться басып кетіңіздер. Сөйтіп менің осы YouTube каналымның дамуына үлкен үлес қосасыздар. Бәріне сәлем. Бүгін біз Pinduoduo сайтын жүктеп регистрация жасайтын боламыз. Егер де сізде телефоныңыз iPhone болса, онда осы Pinduoduo приложениесін кәдімгідей App Store'дан жүктеп алсаңыз болады. Ал егер сізде телефоныңыз Android версиялы телефон болса, Samsung, Huawei деген сияқты басқа да Android версиялы телефон болса, онда осы Pinduoduo приложениесін біз арнайы сайттан жүктеп алатын боламыз. Себебі қазіргі таңда Pinduoduo приложениесі Play Marketте жоқ. Ол үшін біз осы Google немесе Google Chrome деген екі браузердің біреуіне кіреміз. Мына Google'дан да немесе мына Google Chrome'нан да жүктеп алуға болады. Мен қазір мына Google Chrome'ға кіремін. Мына поискке осылай Pinduoduo App деп жазамыз да поискті басамыз. Осылай Pinduoduo сайтының официальный сайттары шығады. Біз осы Pinduoduo'ның соңғы версиясын санымен көрсетіп тұрған осы сайтқа кіреміз. Осылай ашылады. Мына жерде реклама, басқа бірдеме шығып кетіп жатыр. Осыны жүктеп алып жүрмеңіздер. Осының астында скачать деген осындай батырма болу керек. Осы жасыл скачать деген батырманы басамыз. Осылай шықса, все равно скачать дегенді басамыз. Сосын осылай үстінде скачивание файла деп шығады. Жүктеліп болды. Енді мына открыть дегенді басамыз. Келесі мына установить дегенді басамыз. Установка жасалынып жатыр. Енді мына подробнее деген батырманы басамыз. Сосын мына все равно установить деген жазудың үстінен басамыз. Установка болып жатыр. Енді мына открыть деген батырманы басамыз. Мына жерде мына жасыл батырманы басамыз. Келісемін деген. Осылай ашылады. Мына астындағы көк жазуды басамыз. Егер осылай шықса, мына бірінші телефонмен кіру деген жазуды басамыз. Егер сізде осылай ашылса, бұл дұрыс емес. Қазір бұл жерде ештеңе жоқ. +7, +86 деген телефон номер теретін жолы болу керек. Ол үшін біз мына телефонымыздың бетіндегі ашық тұрған барлық страницаларды жауып, бір обновление жасап аламыз. Жаңағы жүктеп алған Pinduoduo сайтымызға қайтадан кіреміз. Мына астындағы көк жазуды басамыз. Әрі қарай мына бірінші телефон номермен кіру дегенді басамыз. Мінекей осылай ашылды. Бұл енді дұрыс. Менде қазір мына жерде +7 деп тұр. Егер сізде +86 немесе басқа сандар тұрса, онда мына үстінде тұрған ел таңдау деген батырманы басып, ішінен +7 деген санды тауып таңдайсыз. Сосын мына жерге телефон номерімізді тереміз. Мына жерге птичка қоямыз да, сосын мына қызыл батырманы басамыз. Біздің телефонымызға SMS-код келеді. Кейде SMS-код бірінші попыткадан келмеу мүмкін. Егер SMS-код келмей жатса, мына қазір серый болып тұрған жазу қызыл болады, сол кезде үстінен басып, қайтадан SMS-код сұратасыз. Маған SMS-код бірінші попыткадан келді. Қазір осы SMS-кодты мына жерге теріп жазамыз. Мінекей достар, номерімізбен регистрация сәтті жасалынды. Қазір мына басты бетінде тұр. Астындағы мына смайлик сияқты менің деген профиль бетіне өтеміз. Осы смайликтің үстіне бассаңыз, сіздің личный кабинетіңіз ашылады. Мына үстіне қарасаңыз, біздің жаңағы регистрация жасаған номерімізді көрсетіп тұр. Осымен бірінші сабақ бітті. Келесі сабақта Pinduoduo сайтының керекті батырмаларымен танысатын боламыз. Достар, қазір біз Pinduoduo сайтының ең керекті деген батырмаларымен танысатын боламыз. Осы екі приложениені жүктеп алыңыздар. Мына біріншісі конвертер валют, ал мына екіншісі Google переводчик. Мына конвертер валют бізге Pinduoduo сайтындағы товардың бағасын юаньмен көрсетіліп тұрады. Соны теңгеге аударып біліп отыру үшін керек. Ал мына Google переводчик бізге Pinduoduo сайтында түсінбеген жерін осы переводчик арқылы аударып отыру үшін керек. Қазір біз мына Pinduoduo сайтында мына басты бетінде тұрмыз. Үстіне қарасаңыз, мына жерде поиск жолы бар.
Бұл жерге біз іздейін деп отырған товардың атауын жазып іздейміз. Мына поискке қазіргі таңда товардың атын орысша жазып іздесеңіз де болады. Мысалы, қазір сумканы іздеп көрейік. Сумка деп жазамыз да, мына поискке басамыз. Сонда бізге сумка сататын дүкендердің барлығын шығарып береді. Осы жерден төменге қарай түсе берсеңіз, сумка сататын дүкендер шыға береді. Мына жерде неше түрлі сумкалар араласып шығып кетіп жатыр. Мысалы, женский сумка іздесеңіз, женский сумка деп жазсаңыз болады. Егер іздеп жатқан товарыңыз орысша жазғанда дұрыс шықпай жатса, Google переводчик арқылы да іздеп көрсеңіз болады. Бұл үшін біз мына Google переводчикқа кіреміз. Сосын мына жерде астына қарасаңыз, менде перевод китайскийдан орысшаға деп тұр. Қазір орысшадан қытайшаға деп мына орындарын ауыстырамыз, мына стрелканы басып қаламыз. Мысалы, қазір кроссовканы іздейміз. Ол үшін мына жерге кроссовка деп жазамыз да, қытайша переводын мына копировать дегенді басып, копировать етіп аламыз. Сосын Pinduoduo сайтына кіреміз де, мына поискке үстінен басып тұрғанда вставить деген батырма шығады. Осы вставить деген батырманы басып, жаңағы копировать етіп алған сөзімізді қойып, мына поискті басамыз. Сонда бізге кроссовка сататын барлық дүкендерді шығарып береді. Төменге түсе берсеңіз, осылай дүкендер шыға береді. Енді назад басып, жаңағы басты бетіне қайтадан ораламыз. Келесі мына фотоаппараттың белгісі бар батырма. Бұл фотоаппарат арқылы біз ұнаған товарымызды фотоға түсіріп алып іздейміз. Осы фотоаппаратты басқан кезде бізде камерамен галереясы ашылады. Мысалы, мен мына камерамен телефонымның чехолын суретке түсіріп іздеп көрейін. Мінекей дәл осындай чехол сататын дүкен шықты. Осылай камерамен іздеген товарыңызды немесе ұқсас товарларды шығарып береді. Қазір назад басып шығайын да, және мына камераның астында галереямыз ашылады. Осы жерден де алдын ала товарды суретке түсіріп алып, суретін осы галереядан алып қойып іздеуге болады. Мысалы, мен мына сумканы алдын ала суретке түсіріп алып, галереяға суретін дайындап қойдым. Қазір осы сумканы іздеп көрейік. Мінекей бізге осы сумканы, оған ұқсас басқа да сумкаларды шығарып берді. Бұл жерден назад басып шығамыз да, келесі бізде категориялар. Категориялар жоғарыда мына поисктің астында орналасқан. Осылай оң жаққа қарай жылжытсаңыз, көптеген категориялар шыға береді. Біз бұл жерді түсінбегендіктен осы бетін скриншот жасап аламыз да, Google переводчикке кіреміз. Мына жерде енді біз қытайшадан орысшаға деп орындарын ауыстырамыз. Мына стрелканы басып қаламыз. Сосын мына камераны басып, мына галереяны басып, жаңағы скриншот жасап алған суретімізді таңдаймыз. Осыны үлкейтіп, жақындатып қарасаңыз болады. Мынау жаңағы бізге керек категориялар. Осылай түсінбеген жерін переводчик арқылы аударып қараймыз. Қайтадан жаңағы Pinduoduo сайтына барамыз. Мына бізде жаңағы главная страница. Мына бірінші категория бізде осы ұсынылатын беті. Келесі категория мына 11-11 деп тұрған. Бізде 11 ай ноябрьдің 11 күні үлкен распродажалар мен скидкалар күні. Соған орай осы 11-11 числосында Pinduoduo сайтында распродажа мен скидкалар болады. Қазір осы 11-11 деп тұрған категорияда осы скидкаға түскен товарларды көрсетеді. Келесі категория бізде мамочкалар мен балаларға арналған товарлар. Келесі категория женский киімдер. Одан кейінгі категория іш киімдер, нижнее белье. Осылай категориялар суретімен бірге түсінікті болып шыға береді. Одан кейінгі категория аяқ киім мен сумкалар. Осылай ары қарай көптеген категориялар шыға береді. Товарды осы категория бойынша іздеп қарасаңыз болады. Категориялар түсінікті болса, қайтадан басты бетіне барамыз. Енді жаңағы категориялардың астында осындай иконкалар бар. Бұл иконкаларды өзгеріп отырады, орындары ауысып кетеді, немесе тіптен жоқ болып кетуі мүмкін, орнына басқасы шығуы мүмкін. Қазір мына жерде будильниктің суреті бар мына иконка, бұған кірсеңіз бұл жерде уақыт пен скидкаға, распродажаға шыққан товарлар тұрады. Мысалы, қазір мына жерде сағат 13:00-де скидка басталады деп тұр. Астына түсе берсеңіз, скидкаға түскен товарлар шыға береді. Мына жерде сағат 2-де басталатын скидкалар. Қазір мына жерден шығамыз. Одан кейін мына жерде осындай қызыл мешоктың суреті бар иконка. Бұл жерге кірсеңіз, бұл жерде субсидияға түскен бренд товарлар шығады. Бренд дегеніміз осындай қара белгісі бар товарлар. Ал мына қызыл белгі субсидияға түскен товарлар. Төменге қарай түсе берсеңіз, субсидияға түскен товарлар шыға береді. Субсидияға түскен товарлар ол негізінде Pinduoduo сайты осы дүкендерге 100 миллиард ақша бөлді, адамдар сапалы бренд товарларды сәл арзан бағамен алсын деп. Бұл белгілерді мен сізге алдағы уақытта әлі түсіндіріп айтатын боламын. Қазір мына жерден назад басып шығып кетеміз. Келесі мына астына қарасаңыз, мына қызыл домик қазір ашылып тұрған басты беті. Одан кейінгі батырма мына тікелей эфир. Бұған кірсеңіз, продавецтер осылай тікелей эфирге шығып товарларын сатып тұрады. Біздегі TikTok стрим сияқты. Бұл жерден назад шығамыз. Келесі мына батырма қазір 11:11 деп тұр. Бұл жаңағы айтқандай ноябрьдегі скидка күні. Бұл батырманы бассаңыз, сол 11:11 скидкаға түсіп тұрған товарларды көрсетеді. Қазір осы 11:11 акцияны көрсетіп тұр. Келесі айда 12:12 деген акцияны көрсету мүмкін. Бұрын осы 11:11-дің орнында да категориялар болған. Осылай өзгеріп отырады. Бұл жерден назад басып шығамыз. Астындағы келесі батырма мына SMS. Продавецпен сөйлескен барлық SMS уведомлениялар осы жерде болады.
және заказ берген товардың уведомлениялары да осында смс болып келеді. Келесі мына смайлик сияқты батырма личный кабинетіміз. Қазір осы личный кабинетке басып өтеміз. Мына жерде жоғарыда біздің номеріміз, оның астында мына геолокацияның белгісі бар батырма. Бұл жерде біз ішіне кіріп каргоның адрестерін тіркейміз. Одан кейін жоғарыда мына настройка бөлімі бар. Келесі мына кошелектің суреті бар батырма. Бұл жерде алайын деп, бірақ сатып ала алмай қалған товарлар, ақшасы төленбей қалған товарлар бірінші осыған түседі, сосын бірнеше уақыттан кейін өшіп кетеді. Одан кейінгі батырма мына сіз заказ берген товар осыған түседі, сіз басқалармен бөлісе аласыз. Келесі батырма мына сағат. Топпен сатып алған товарыңыз осы жерге түседі, яғни магазинде дайындалып жатады. Одан кейін мына грузовик, жаңағы дайын болған товарыңыз доставкаға шығады. Сол кезде осы грузовик жанады. Ең соңғы батырма мына жұлдыз, оценка. Товарыңызды қолға алғаннан кейін оценка берсеңіз болады. Так, сосын осы жұлдыздың үстінде осындай жазуы бар батырма бар. Бұны бассаңыз, сіздің басынан бастап барлық заказ берген товарларыңыз осы жерде тұрады. Алайын деп алмай қалған товарлар да осы жерде тұрады. Астында осындай 3 батырмасы болса, бұл сіздің сатып алған товарларыңыз. Ал астында осындай 2 батырма болса, бұл сіздердің алайын деп алмай қалған заказдарыңыз. Бұл жерден назад басып шығып кетеміз. Астында тұрған қызыл значоктар, мына біріншісі избранный товарлар. Пиндодода байқасаңыздар, корзина жоқ. Ұнаған товарларға жүрекше басып, осы избранныйға сақтаймыз. Осы корзина есебінде. Одан кейінгі батырма мына қызыл жүрекше. Бұл біздің кошелек, өзіміздің төлем картамызды осы жерге кіріп тіркейміз. Келесі мына аяқтың белгісі. Бұл жерде сіздің барлық кіріп шыққан дүкендеріңіз тұрады. Мысалы, сіз ұнаған бір товарыңызды сохранить етуге ұмытып кетсеңіз, осы аяқтың суреті бар батырмаға кіріп қарасаңыз болады. Сіздің барлық кіріп шыққан дүкендеріңіз осы жерде тұрады. Бұл жерден назад басып шығамыз. Енді мына соңғы батырма юаньның белгісі бар. Бұл сіздің барлық возврат жасаған товарларыңыз осы жерде тұрады. Пиндодо сайтына төлем карта тіркеу. Төлем картамызды тіркеу үшін мына астындағы смайликтің суреті бар, личный кабинетімізге өтеміз. Бұл жерде осындай қызыл жүрекше бар, дуо кошелек деген. Осы қызыл жүрекшеге кіреміз. Осы жолға Каспий Голд картамыздағы 16 санды жазамыз. 16 санды жазғаннан кейін мына астындағы қызыл батырманы басамыз. Енді мына жерге дәл Каспий Голд картадағыдай данныйларымызды толтырамыз. Мына біріншісіне аты жөнімізді дәл картадағыдай жазамыз. Мына екіншісіне картадағы бітетін мерзімін жазамыз. Мына жерге қай жыл бітеді, соны таңдаймыз. Мына жерге картаның бітетін айын таңдаймыз. Сосын мына батырманы басып сақтаймыз. Келесі мына үшіншісіне картаның артындағы CVV кодты жазамыз. Толтырып болғаннан кейін мына астындағы қызыл батырманы басамыз. Енді ойдан 6 сандық төлем пароль ойлап жазуымыз керек. Ұмытпайтындай блокнотқа жазып қойыңыздар. Восстановить ету қиындау болады, сол үшін жазып қойыңыздар ұмытпайтындай. Төлем жасаған сайын осы парольді жазып отыратын боламыз. Екінші рет қайталап жазамыз. Төлем картамыз сәтті тіркелді. Сосын Каспий Голдымызға осылай уведомление келеді Пиндодо сайтынан. Осы жерден назад басып, қайтадан личный кабинетімізге өтеміз. Мына жерден қайтадан мына дуо кошелек деген жүрекшені басамыз. Әрі қарай мына үшінші батырманы басамыз. Мінекей жаңағы толтырған Каспий Голд төлем картамыз тіркелді. Осылай көк болып тұрады, соңғы 4 санды көрсетіп. Достар, төлем карта тіркедік. Енді Пиндодо сайтынан заказ беру үшін біз каргоның адресін толтыруымыз керек. Карго дегеніміз не? Карго дегеніміз Қытайдан Қазақстанға товарды тасымалдайтын логистикалық компания. Қазіргі таңда карголар өте көп. Қазір екінің бірі карго ашып жатыр. Карго таңдаған кезде сенімді, желательно бұрыннан жасап келе жатқан дұрыс каргоны таңдауымыз керек. Білмейтін, сенімсіз кез келген каргомен заказ беруге болмайды. Товарыңызды жоғалтып жіберуі мүмкін. Егер басқа жаңадан бір каргомен заказ бергіңіз келіп тұрса, 1-2 штук арзан затқа заказ беріп көрсеңіз болады для пробы. Егер товарыңызды уақытлы жоғалтпай әкелсе, уже нормально заказ беруге болады. Менің бұрыннан заказ беріп келе жатқан каргом ол Жанапост каргосы. Осы карго ашылғалы заказ беріп жүрмін, бір затында жоғалып көрмеді. Қазір мен сіздерге осы каргоны регистрация жасап, Пиндодо сайтына Қытайдағы складының адресін тіркеуді көрсетемін. Сосын осы видеоның соңында тағы бір сенімді каргоны беретін боламын. Екеуімен де заказ беріп көрсеңіз болады. Ең алдымен Play Market'тен Жанапост каргосының приложениесін жүктеп аламыз. Кімде iPhone болса, App Store'дан жүктеп аласыздар. Мына Play Market'ке кіріп, поискке Жанапост деп жазсаңыз, приложениесі өзі шығады. Мінекей осы приложениені жүктеп аласыздар. Сосын осы приложениеға кіреміз. Пиндодо сайтына регистрация жасаған номермен осы жерге де сол номермен регистрация жасаймыз. Қазір мына жерде мына русскийді қазақша қылып алайын.
Мына жерге номерімізді тереміз. Pinduoduo сайтына регистрация жасаған номеріңізді тересіз. Мына жерде галочка тұрмаса, галочка қойды, ұмытып кетпеңіздер. Сосын мына жасыл кіру деген батырманы басамыз. Телефон номеріңізге SMS-код келеді. Келмесе, SMS-код WhatsApp-қа да келетін болған. WhatsApp-тарыңызды қарап қойыңыздар. SMS-код келсе, осында теріп жазасыз. Мінекей маған WhatsApp-қа келді SMS-код, соны мына жаңа постқа теріп жазамыз. Мына жерде разрешить приложению жаңа пост снимать видео и фото деп тұр. При использовании приложения дегенді бастым. Мына жерде разрешить десеңіз де болады. Регистрация жасап кіргеннен кейін бізге автоматически осындай әркімге әртүрлі GP-код беріледі. Ал мынау бізде жаңа пост каргосының Қытайдағы складының адресі. Сосын осы адресті көшіріп алып Pinduoduo сайтына тіркейтін боламыз. Қазір мына приложение жайлы сізге қысқаша айтып өтейін. Осы приложениеге басында кірген кезде мекен-жайды таңда, филиалды таңда деп жазу шығады. Менде басында шыққан, мен уже таңдап қойдым филиалды. Мына жерде астына түссеңіз, осы 4 приложениемен Pinduoduo, Taobao, 1688 Туму сайтымен осы жаңа пост арқылы заказ беруге болады. Егер сізде регистрация жасап осы жаңа постқа кірген кезде бөлімше филиалды таңда деп шықса, өзіңізге жақын филиалды таңдап қоясыз. Бұрын мына бөлімше деген жерде осыған кіріп филиалдарды ауыстыруға болатын. Қазір менде кірмей тұр. Келесі батырма мына тапсырыс деген батырма. Сіздің Қытай сайттарынан заказ берген товарыңызды қалаңызға бөлімшеге жеткенше осы жерден көріп отыра аласыз. Мысалы, бірінші Pinduoduo сайтымен осы жаңа пост каргосы арқылы заказ бересіз ғой. 2-3-4 күннен кейін жаңа посттың Қытайдағы складына продавец сіздің заказ берген товарыңызды курьерге тапсырады. Курьер складқа апарғаннан кейін склад қабылдап алады. Сол кезде мына күтілуде деген жерден заказ берген товарыңыз жанып көрсетіп тұрады. Сол жаңағы склад қабылдап сканерден өткізеді ғой, сол кезде мына қоймада деген жанады. Одан кейін заказ жолға шыққан кезде мына жолда деген жанады. Одан кейін таможнядан өтеді. Алматыдағы басты складқа келеді товар. Сол кезде мына сұрыптау деген жанады. Одан кейін басқа облыстарға, региондарға әркімнің өзінің бөлімшесіне, филиалына жіберіледі. Сол кезде мына жеткізілуде жанады. Содан кейін сіздің қалаңыздағы бөлімшеге жеткізіледі товар. Сол кезде мына бөлімше деген жерде жанады товар. Осы бөлімшеге жеткен кезде уже товарыңызды барып алсаңыз болады. Бөлімшеден барып товарыңызды алғаннан кейін уже мына алынды деген жерге өтеді заказыңыз. Осылай заказ берген товарыңызды сіздің қаладағы бөлімшеге жеткенше осылай бақылап отыра аласыз. Келесі мына астындағы хабарламада сізге SMS уведомления болып, сізге сәлемдемелер, жаңалықтар осы хабарламаға келеді. Келесі мына астындағы қызметтер. Бұл жерде үстінде профильді толықтырыңыз деп тұр. Мына жерде құжаттарды жүктеу керек деп тұр. Мен бұл жерде тек регистрация жасадым, маған осындай GP-код берді, ал құжаттарында әлі мен тіркемедім. Осы жаңа пост каргосымен заказ беру үшін бізге удостоверениемізді тіркеуіміз керек. Кейбір адамдар қорқып жатады, удостоверение тіркеген соң ертең бізге заказ берген кезде налог төлетіп қоймай ма деп. Ештеңе де төлетпейді, қорқатын ештеңесі жоқ. Менде осы жаңа пост каргосымен заказ беріп келе жатқаныма уже көп болды. Мына жерде жеке ақпаратты енгізу деп тұр. Бұл жерде анкетаны толтырасыз, адресіңізді жазып, қолтаңба қоясыз. Сосын мына жерде сіздің бөлімшеңіз деп филиалды көрсетіп тұр. Мен өзімнің тұрып жатқан адресіме жақын 5-ші микрорайондағы филиалды таңдадым. Егер филиалды өзгерткіңіз келсе, осының үстіне басып өзгертсеңіз болады. Мына іріктеу дегенді басып, филиалды өзгертуге болады. Мына жерден назад басамыз. Негізінде мына жеке ақпаратты енгізу деген жерде және мына профильді толықтырыңыз деп тұр ғой, сол екеуі бірдей, біреуін жасасаңыз болады. Мына жүктеу дегенді басып, қазір удостоверениемізді тіркейміз. Так, осылай ашылады. Мына біріншісіне удостоверениеміздің алдыңғы бетін жүктейміз, ал мына екіншісіне удостоверениеміздің артқы бетін жүктейміз. Алдымен удостоверениеңізді галереяға суретке түсіріп аласыз. Сосын осы жерге жүктеп болған соң мына сақтау деген жасыл батырманы басасыз. Жүктеп болған соң бірінші шаг өттік, келесі екінші шаг қолтаңба қойыңыз деп тұр. Осы қол қою деген жасыл батырманы басамыз. Осы жерге осылай үстінен жазып, әркім өзінің қолын қояды. Сосын мына жасыл сақтау деген батырманы басамыз. Подписіміз сақталды. Келесі шаг мекен жайымызды енгізу деп тұр. Мына енгізу деген жасыл батырманы басамыз. Мына облыс, қала, аудан дегеннің үстінен басып, әркім өзінің облысын таңдайды. Мен өзімнің Маңғыстау облысымды таңдадым. Келесі өзіңіздің ауданыңызды, қалаңызды таңдайсыз. Мен Ақтау қаласында тұрамын. Мен Ақтау қаласын таңдадым.
Мына ауыл микрорайон деген жерге өзіңіздің көше микрорайондарыңызды жазасыз. Қазір мына списоктың ішінде менің микрорайоным жоқ болып тұр. Өзімнің микрорайонымды жазсам енгізілмей тұр адрес. Сол үшін мен осы списоктағы өзімнің микрорайоныма жақын бір микрорайонды таңдадым. Менікі 10-шы микрорайон, мына списоктың ішінде 10-шы микрорайон жоқ, жазсам енгізілмей тұр. Сол үшін мен 5-ші микрорайонды жаза салдым. Осы списоктың ішіндегі 5-ші микрорайонды таңдай салдым. Мына мекен-жайға мекен-жайымызды жазамыз. Мен дом мен квартирамды жазып қойдым. Сосын мына сақтау деген жасыл батырманы басамыз. Болды, енді құжаттарымыз тіркеліп жатыр. Мына жерде сарымен жеке ақпарат тексерілуде деп тұр. Бір жарты күнде, кейде одан да тез құжат тіркеліп, осылай жеке ақпарат тексерілді деп тұрады. Достар, жаңа біз құжатымызды тіркеп болдық. Енді осы жаңа пост каргосының Қытайдағы складының адресін Pinduoduo сайтына тіркейтін боламыз. Мына жерге қарасаңыз, Қытайдағы складының адресі тұр. Барлығын көшіру деп тұр. Осыны көшіріп Pinduoduo сайтына тіркеуіміз керек. Қараңыз, осы қызметтер деген бетінде бар мына жаңа посттың Қытай складының адресі. Және мына басты бетіне өтсеңіз, мына басты бетінде де бар жаңа посттың Қытай складының адресі. Қазір мына барлығын көшіру деген жасыл батырманы басып, осы Қытай складының адресін көшіріп аламыз. Көшіріп алдық. Көшіріп алған кезде осылай әрі қарай инструкциясы шығады, Pinduoduoға қалай тіркеу керек екені. Қазір біз бұл жерден шығамыз да Pinduoduo сайтына кіреміз. Қазір мына басты бетінде тұр. Мына астындағы смайлик тұрған профиль бетіне өтеміз. Сосын мына жоғарыдағы номеріміздің астындағы геолокацияның белгісі бар. Осы геолокацияға кіреміз. Достар, менде қазір мына жерде 2 карго тіркеліп тұр. Егер сіздер жаңадан тіркеп жатсаңыз, сіздерде мына жерде ештеңе болмайды. Келесі мына добавить казахстанский адрес деген қызыл батырманы баспайсыздар. Мына оның астында тұрған китайский адрес дегенді басамыз. Достар, кейде бұл жерде осындай 3 батырма тұруы мүмкін. Егер түсінбей жатсаңыз, осы бетін скриншот жасап алып, Google переводчикпен аударып қараңыз. В общем, осындай добавить китайский адрес дегенді басасыз. Осылай бізге жаңа көшіріп алған жаңа посттың Қытай складының адресін автоматым жазып берді. Мына бірінші жолда ештеңе жазылмай қалды. Бұл жерге біз әркім өзінің GP кодын жазу керек. Қазір осы бетін назад баспай, жаппай, шығып кетеміз де жаңа пост приложениесіне кіреміз қайтадан. Мына жоғарыдағы стрелканы басып, мына жерден шығып кетеміз. Енді мына жерде біз мана барлығын көшіріп едік қой адрестің. Енді тек өзіміздің GP кодымызды копировать етіп аламыз. Мына GP кодының қапталында тұрған мына жасыл кубикті басамыз. Копировать етіп алдық. Енді Pinduoduo сайтына барамыз. Осы жерге мына бірінші жолға жаңағы копировать етіп алған GP кодымызды осы жолдың үстінен басып, ставить деп қоямыз. Мына бірінші жолда және мына астында осылай GP кодымыз жазылып тұру керек. Болды, енді мына астындағы қызыл батырманы басып сақтаймыз. Мінеке жаңағы тіркеген адресіміз сақталды. Қазір менде 3 карго адрес тіркеліп тұр. Мына птичка қазір Ерай каргода тұр. Қай каргомен заказ бергім келсе, сол каргоға птичка қоюым керек. Жаңағы тіркеген жаңа пост каргосына птичканы қояйық. Осы жаңа пост каргосына қоямын птичканы. Сосын заказ бергенде осы жаңа постпен кетеді заказ. Қазір мысалы мен сізге көрсетіп жіберейін. Мына стрелканы басып, мына жерден шығып кетеміз. Мысалы мына шампунь сатып тұрған дүкенге кірейік. Мына сатып алу батырмасын басамыз. Қараңыз, заказ берген кезде міндетті түрде осылай үстіне қараймыз. Мына жерде үстінде жаңағы тіркеген жаңа пост каргосының адресі тұр, GP кодымызбен бірге. Кейде бұл ауысып кетуі мүмкін. Егер сізде бірнеше карго тіркеліп тұрса, арасында осы Pinduoduo приложениесінде неполадки болған кезде солай ауысып кетуі мүмкін. Даже сізде бір карго тіркеліп тұрса да, бұрын Pinduoduoда официальный без каргосы болған кезде солай ауысып кетіп тұрды карго өзімен өзі. Осылай үстіне қарамай заказ беріп жіберсеңіз, басқа каргомен заказ кетіп қалуы мүмкін. Сол үшін заказ беретін кезде осы үстіне міндетті түрде қараңыздар. Бұл жерде өзіңіздің птичка қойып таңдаған каргоңыз тұру керек. Карго адресті тіркеп болдық, енді келесі сабаққа көшеміз. Pinduoduo сайтында товар іздеудің 3 жолы бар. Бірінші жолы мына басты бетінде жоғарыда тұрған мына поиск жолы. Іздейін деп отырған товардың атын осы поиск жолына жазып іздейміз. Мысалы, қазір осы поиск жолына детская одежда деп жазып іздеп көрейік. Мінеке бізге детский киімдер сататын дүкендерді шығарып берді. Бұл жерден назад басып шығып кетеміз де, келесі товар іздеудің екінші жолы
Мына жоғарыда тұрған фотоаппараттың белгісі бар, осы фото арқылы іздеу. Осы фотоаппаратты басқанда осылай ашылады. Мына камераға тікелей товарды суретке түсіріп іздеп қарасаңыз болады. Мысалы, дүкендерде осы камерамен ұнаған товарыңызды суретке түсіріп, Pinduoduo'дан іздеп қарасаңыз болады. Мына астында галереядағы фотолар шығады. Алдын ала ұнаған товарыңызды скриншот жасап, немесе суретке түсіріп алып, осы галереядан алып Pinduoduo'мен іздеп көрсеңіз болады. Мысалы, мен алдын ала мына детский киімді Instagram'нан скриншот жасап алдым. Қазір осыны таңдап іздеп көрейік. Мінекей, бізге жаңағы детский киімге ұқсас бірнеше киімдерді шығарып берді. Мінекей, мынау дәл жаңағы детский киімде Pinduoduo сайтынан шықты. Бұл жерден назад басып шығып кетеміз де жаңағы басты бетіне ораламыз. Енді келесі товар іздеудің үшінші жолы мына жоғарыда тұрған категориялар бойынша іздеу. Алдыңғы Pinduoduo сайтымен танысу сабағында осы категориялар жайлы айтқан болатынмын. Осылай оң жаққа жылжытсаңыз, көптеген категориялар шыға береді, суреттерімен бірге түсінікті болып. Pinduoduo сайтында дүкенді талқылау. Яғни қазір бір дүкенге обзор жасайтын боламыз. Мысалы, қазір мына женский киімдердің категориясына кірейік. Осы жерден төменге қарай түсе берсеңіз, женский киімдер сататын дүкендер шыға береді. Мына дүкендердің сыртында мына қызылмен тұрған бағасы 14,79 деп тұр, бірақ бұл нақты бағасы емес. Киімнің бағасы осы 14,79 юаньнан басталады деген. Ал нақты бағасын білу үшін дүкенге кіріп, түсін таңдап, размерін таңдаған кезде шығады бағасы. Сосын мына қасындағы серыймен 5,2 дегеніміз ол соңғы айлардағы сатылым саны. Мына безрукавка сататын дүкенде 10 деп тұр. Қараңыздар, осындай Б сияқты иероглиф, бұл дегеніміз 10 мың деген сан. Мысалы, мына безрукавка сататын дүкенде 10 деп тұр ғой. 10-ды көбейтеміз 10 мыңға, сонда 100 мыңға жуық сатылым болды деген. Мына рубашка сатып тұрған дүкенде 1 деп тұр, 10 мыңдай сатылым болды деген сөз. Егер сатылым саны бұдан төмен болса, 50, 100, 200, ондай дүкеннен товар алмаған дұрыс. Себебі сатылым саны аз, сенімсіз дүкен. Егер сатылым саны аз дүкендерден товар алсаңыз, товардың качествосы шамалы болып келуі мүмкін, немесе басқа товар салып жіберуі де мүмкін. Қазір мына жерде көбінде Б деп тұр екен, сатылым сандары жақсы. Қазір мына жерден қайта назад жоғары көтерілеміз. Жаңа бір рубашка көрген едім, қазір сол дүкенге обзор жасаймыз. Мінекей, мына рубашка сатып тұрған дүкенге қазір обзор жасаймыз. Осы дүкенге кіреміз. Кірген кезде мына картинканың астында осындай бірнеше түсі бар екен. Әрқайсысын үстінен басып осылай қарасаңыз болады. Осындай сары, жасыл, розовый, көк түстері бар екен. Сосын қарасаңыз, мына көк пен ақ түсінің үстінде осындай қызыл оттың белгісі бар. Бұл дегеніміз осы екі түсі жақсы өтіп жатыр деген. Енді сәл төменге түсетін болсақ, мына қара жазумен жазылған товардың описаниесі. Бұны переводчик арқылы аударып қарасаңыз, легкая роскошная рубашка из чистого хлопка для женщин, осенне-зимний стиль, свободная повседневная универсальная рубашка для многослойной одежды деп тұр. Осы товардың описаниесінің үстінен басып тұратын болсақ, осындай екі қара жазуы бар, батырма шығады. Бұның біріншісі копировать деген сөз. Осы описаниені копировать етіп алуға болады. Ал мына екіншісін басатын болсақ, қазір басып көрейік. Дәл жаңағыдай рубашканың және соған ұқсас рубашканың басқа дүкендерде сатылып жатқан түрлерін шығарып береді. Мынау жаңағы рубашкамыз әртүрлі дүкендерден шығарып берді. Қарап отырсаңыз, бағалары мен сатылым сандары әртүрлі, сапасы да әртүрлі болады. Қазір назад басып, жаңағы дүкенімізге ораламыз. Осы описаниенің тұсында қатты мән беретін жайт, товар заказ бермес бұрын жақсылап қарап, түсінбесеңіз, переводчик арқылы аударып қараңыз. Осы описаниенің тұсында кейбір товарларда осындай жазу болса, бұл жерде предварительная продажа, доставка в течение 15 дней деп тұр. Бұл дегеніміз товар қолда жоқ, 15 күннің ішінде салып жібереміз деген. Егер заказ берсеңіз, 15 күннен кейін де салу мүмкін. Босқа күтіп қалмау үшін жақсылап қараңыздар. Описаниенің қасында осындай жазуды көрсеңіз, переводчикпен аударып қараңыз. Келесі астына түсетін болсақ, мына жерде жасыл грузовик тұр. Оның қапталында 48 сағаттың ішінде жеткіземіз деп тұр. Яғни заказ беретін болсаңыз, продавец 48 сағаттың ішінде заказыңызды салып жібереді. Келесі грузовиктің астында осындай қызыл екі адамның белгісі тұр. Бұл дегеніміз, осы товарды алған клиенттер қайтадан осы дүкеннен товар алды деген. Бұл жақсы белгі, яғни адамдарға товар ұнағасын қайтадан келіп алып жатыр деген сөз. Одан кейін осы белгінің астында осындай отзывы бөлімі болады. Осы товарды сатып алған адамдардың ішінен 5895 адам отзывы қалдырып кеткен екен. Товарды заказ бермес бұрын міндетті түрде осы отзывыға кіріп қарауымыз керек.
Қазір осы отзывыдың үстінен басып кіреміз. Осылай барлық 5895 отзывы ашылады. Астына түсе берсеңіз барлық отзывтар шыға береді. Сосын мына отзывының үстіңгі жағында осылай адамдардың қалдырған пікірлерін бөліп қойған. Мына төменге қарап тұрған стрелканы бассаңыз, тағы осылай пікірлер ашылады. Бұл жерде переводчикпен аударып қарасаңыз, пікірлерді осылай бөліп көрсетіп қойған. Мысалы, фото, видео қалдырған пікірлер бөлек, түсіне байланысты пікірлер бөлек, сапасы жақсы деп қалдырған пікірлер бір бөлек. Сосын мына отзывтардың астында осындай жерде мына серый болып тұрған отзывы 7 адам қалдырған екен, бұл жаман отзывтар. Осылай серый болып тұрады. Егер осындай серый отзывы жоқ болса, значит жаман отзывтары жоқ деген сөз. Заказ бермес бұрын міндетті түрде осы жаман отзывтарды да қараңыздар. Қазір осы серый болып тұрған жаман отзывыдың үстінен басып кіретін болсақ, бізге адамдардың қалдырып кеткен жаман отзывылары ашылады. Бұл жерде 7 адам жаман отзыв қалдырып кеткен екен. Осы бетін скриншот жасап, Google переводчик арқылы аударып қарасаңыз болады. Осы отзывылар арқылы заказ берейін деп отқан товардың сапасын анықтайтын боламыз. Қазір назад басып, мына жаман отзывыдан шығамыз. Так, біздер отзывы бөлімінен полный шығып кеттік. Қазір қайтадан мына отзывы бөліміне кіреміз. Мына жерден төменге қарай түсе берсек, адамдардың қалдырып кеткен пікірлері мен живой фотоларын көреміз. Мына живой фотоларды осылай жақындатып қарауға болады. Сосын мына адамдардың жазып кеткен отзывтарын переводчик арқылы аударып қарасаңыз болады. Мысалы, қазір осы отзывты скриншот жасаймыз да Google переводчикке кіреміз. Мына жерде перевод русскийдан қытайшаға дегенді наоборот қыламыз. Мына стрелканы басып, орындарын ауыстырамыз. Сосын мына камераны басып, жаңағы скриншот жасаған суретімізді таңдаймыз галереядан. Мінекей жаңағы адамның пікірін бізге аударып берді. Мына жерде ткань очень мягкая, приятная для кожи деп жақсы отзывы қалдырған екен. Қазір қайтадан Pinduoduo сайтына ораламыз. Мына фотодан назад басып шығайын. Осылай мына живой фотоларды, мына адамдардың қалдырып кеткен отзывтарын переводчик арқылы аударып қараңыз. Енді мына отзывы бөлімінен назад басып шығып кетеміз. Енді мына отзывыдан төменге қарата түскенде, мына жерде дүкен жайлы информация жазылған. Мына жерде мына дүкен Pinduoduo сайтында жасап келе жатқанына 3 жыл болған деп тұр. Мына жерде 100 деп тұр. Осы дүкенде 1 миллионнан астам сатылым болды деген сөз. Мына жерде мына дүкеннің үстінен басатын болсаңыз, дәл осы дүкенге кіріп кетесіз. Мына жерде дүкеннің барлық товарлары шығады. Көбінесе рубашкалар сататын дүкен екен. Мына жерде 78-9 дегеніміз 789 мың подписчигі бар екен. Бұл жерден де назад басып шығып кетеміз. Келесі жаңағы дүкен жайлы ақпараттың астында осы товардың характеристикасы көрсетілген. Осы жерде мына стрелканы басып қалсаңыз, осы товардың характеристикасы ашылады. Бұл рубашканың материалы, қандай матадан жасалғаны, киімнің стилі, осы киімнің детальдары, сондай характеристикалары жазылған. Мысалы, мына жерде бірінші тұрған матасы хлопок деп жазылған. Оның астында 100% деп тұр. Матасының составы 100% хлопок деген таза мақтадан жасалған. Егер осындай хлопок астында 50%, 70% деп тұрса, онда хлопоктың құрамы 50%, 70% деген. Қарап алыңыздар, осындай иероглиф болса, бұл хлопок деген. Егер осы иероглифтен басқа иероглифтер тұрса, онда матасы хлопок емес, басқа матадан жасалған. Бұл жерден назад басып шығамыз. Тағы төменге қарата түскенде осы товардың осындай размерная сеткасы болады. Егер размер таңдаған кезде размерінен қайсын таңдарын білмей жатсаңыз, осы размерная сеткадан қарасаңыз болады. Бұдан төменге түссек, осы товардың жақыннан түсірген әртүрлі фотолары тұрады. Барлық түстерінен де жақыннан түсірген фотоларын қойған екен. Қайтадан жоғары қарай басына көтерілеміз. Дүкенге кірген кезде тағы да осындай астында белгілері болады. Мына біріншісін бассаңыз, осы дүкеннің өзіне кіріп кетесіз. Мына жаңағы дүкен жайлы ақпарат. Мына дүкенге 3 жыл болған, 1 миллионнан астам сатылым болған, 789 мың подписчигі бар екен. Осы жерден астына қарай түсе берсеңіз, осы дүкеннің барлық товарлары шығады. Егер бір дүкеннен бірнеше товар алатын болсаңыз, көп жағдайда продавец барлық заказдарыңызды бір упаковкамен салып жібереді. Сонда бәрі бірге бір уақытта келеді. Ал егер әртүрлі дүкеннен алатын болсаңыз, онда әрқайсысы бөлек-бөлек упаковкамен және әртүрлі уақытта келеді. Жаңағы рубашка сататын дүкеннің өзінен назад басып шығамыз. Енді келесі батырма мына астындағы жүрекше. Pinduoduo сайтында корзинаның орнында осындай избранные товары деген осы жүрекше болады. Ұнаған товарымызды жоғалтып алмас үшін осы жүрекшені басып избранные товарыға салып қоямыз. Жүрекше осылай қызыл болғанда товарыңыз избранныйға салынды деген.
Жүрекшені басып избранныйға салған товарларымыз қай жерде тұратынын қазір көрсетемін. Ол үшін назад басып, мына дүкеннен шығамыз. Мына астындағы личный кабинетімізге өтеміз. Мына ортасында ақ жүрекшесі бар батырманы басамыз. Мінекей жаңағы жүрек басып сақтап қойған рубашкамыз осы избранные товары дегеннің ішінде сақталып тұр. Жүрекшені басып сақтап қойған товарларыңыздың барлығы осы избранныйдың ішінде тұрады. Мына избранныйдан назад басып шығамыз да жаңағы рубашка сататын дүкенге қайтып кіреміз. Жүрекше басып товарды избранныйға сақтап алу түсінікті болса, келесі батырма мына SMS. Бұл SMS-ті басып продавецпен сөйлесуге болады. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, продавецке Google переводчик арқылы аударып жазасыз. Мысалы, товардың салмағын білу үшін немесе хрупкий тез сынатын товарға заказ беретін болсаңыз, міндетті түрде товарды жақсылап упаковка жасап, орап жібер деп жазып жіберіңіздер. Продавецке жазу үшін бірінші Google переводчикке кіреміз де, мына переводын қытайшадан орысшаға деп орындарын ауыстырып аламыз. Мына стрелканы басып қаламыз, орындары ауысады. Мысалы, здравствуйте, сколько весит одна рубашка деп жазайық. Осының қытайшасын мына копировать дегенді басып, копировать етіп аламыз. Сосын Pinduoduo сайтына барып, жаңағы продавецке жазамыз. Мына жерге вставить деп қоямыз. Сосын мына қызыл батырманы басып, продавецке жібереміз. Кейде продавецтің өзі сразу жауап береді, кейде біраз уақыттан соң жауап беруі мүмкін. Бізге көп ұзамай жауабы келді. Бізге более 200 деп жазып жіберген екен. Жалпы футболка, рубашкалердің салмағы сол 200-300 граммның айналасында болады. Продавецтің жазғандарын жаңағыдай переводчик арқылы аударамыз. Продавецпен сөйлесу түсінікті болса, назад басып, келесі дүкенге кірген кезде SMS-тан кейін осындай екі төлем батырмасы болады. Біз мына екіншісі қою қызыл батырманы басып сатып алатын боламыз. Мына екінші төлем батырма ол бірнеше адамдармен топтасып сатып алу. Біз осы екінші төлем батырмасымен сатып алатын боламыз. Осы екінші төлем батырмасын бассақ, бізге осылай осы товардың барлық түрлері, түстері, размерлері ашылады. Мына жоғарыда геолокацияның белгісінің қасында біздің таңдап қойған каргомыздың адресі. Егер сізде бірнеше карго адрес тіркелген болса, басқасы ауысып кетіп жатса, осының қапталынан мына стрелканы басып, каргоны таңдап өзгертуге болады. Менде мына жерде бірнеше карго адрес тіркелген. Бұл жерден назад басып шығып кетеміз. Мына жерде мына рубашканың 5 түсі бар екен. Мына астындағы бізде размерлері. Pinduoduo сайтында товардың нақты бағасын білу және размер таңдау. Мына дүкендердің сыртында мына қызылмен бағалар көрсетілген. Кейбір товарларда бұл нақты бағасы емес. Нақты бағасын білу үшін дүкенге кіреміз. Мысалы, мына ветровка сатып тұрған дүкенге кірейік. Мына астындағы сатып алу батырмасын басамыз. Мына жерде бірнеше түстері бар екен. Ал мына астында M, L, XL, 2XL, 3XL деп размерлері көрсетілген. Мына қара ветровкада осындай қызыл оттың белгісі бар. Именно осы түсі басқасына қарағанда жақсы өтіп жатыр деген. Қарасаңыз, мына үстінде 5 түсі бар екен да, астында да дәл сондай 5 түсі бар екен. Мына үстіндегілері обычный жұқа түрлері, ал мына астындағылары қалың начосы бар түрлері. Картинканың бетінде осындай оранжевый оттың суреті бар, бұл начоспен түрлері. Мына жерде бағасы 14,96 юаньнан 27,67 юаньға дейін деген. Мысалы, қазір мына қара түрінен үстінен басып таңдаймыз. Осылай қызыл болып таңдалды. Сосын мына астындағы размерді үстінен басып таңдаймыз. Мысалы, мен мына XL-ді таңдаймын. Қараңыз, мына үстіндегі бағасы 22,42 юань болып өзгерді. Бұл уже осы товардың нақты бағасын көрсетіп тұр. Осылай товардың түсін таңдап, размерін таңдаған кезде товардың нақты бағасын көрсетеді. Енді мына астындағы начоспен қалың түрін таңдап көрейік. Мына ақ түрінен үстінен басамыз белгілеп. Енді қараңыз, мына қалың түрінің бағасы 27,67 юань болып өзгерді. Осылай товардың нақты бағасы түрлеріне қарай, размерлеріне қарай өзгеріп отырады. Достар, сосын мына жоғарыда мына плюс-минусты басып, осы товардың бірнешеуін алуға болады. Осы плюсты бассақ, жаңағы таңдап қойған ақ начоспен ветровканың 2-3 деп қалағаныңызды алсаңыз болады. Мына жерде уже мынау екеуінің бағасын көрсетіп тұр. Тағы да мына плюсты басып 3-ін алсақ, уже 3-інің бағасын көрсетеді мына жерде. Қазір назадты басып, тағы да бір басқа товарды сіздерге көрсетейін. Қазір мысалы мына тройка сатып тұрған дүкенге кірейік. Мына сатып алу батырмасын басамыз. Мына астындағы размерлері, ал мына үстінде товардың барлық түстері немесе барлық түрлері болады. Қазір мына жерде бағасы 54,8 юань деп тұр. Бұл бірақ нақты бағасы емес. Қазір мына біріншісін таңдап көрейік. Сосын бір размерін таңдап белгілейік.
Мысалы мына XL-ді таңдайын. Бұның бағасы 78-де 8 юань болып кетті. Келесі мына астындағы екіншісін таңдайтын болсақ, бұның бағасы 54-де 8 юань болып кетті. Келесі мына астындағы үшіншісін таңдайтын болсақ, оның бағасы 38-де 8 болып өзгерді. Бірақ мына картинкаға қарасаңыз, бәрі бірдей. Келесі мына төртінші түрін таңдасақ, бағасы 44-де 8 болып өзгерді. Көбісі осы жерде қателесіп, ең арзанына заказ беріп, сосын неге маған тек бір заты келді деп ойланып отырады. Егер сізде осындай болып жатса, түсінбей жатсаңыз, міндетті түрде бұл бетін скриншот жасап, Google переводчик арқылы аударып қараңыз. Қазір біз осы бетін скриншот жасаймыз да, Google переводчик арқылы аударып көреміз. Үлкейтіп жақындатамыз. Жаңағы бірінші тұрғаны абрикосовый свитер плюс белый топ плюс коричневые повседневные брюки комплект из 3 предметов деп тұр. Екіншісі абрикосовый свитер плюс белым верхом комплект из 2 предметов деп тұр. Жаңа екіншісі уже тек екі киімнің бағасы екен. Үшіншісі тек қана коричневые брюки, төртіншісі тек қана свитер, соңғы бесіншісі мына ақ кофточка. Қайтадан Pinduoduo сайтына кірейік. Осылай кейде суреттерінде бірдей болғанымен переводтап қарасаңыз, мына жазуларында жаңағыдай тек шалбардың өзі немесе кофта мен шалбар деп бөлек-бөлек бағалармен көрсетіп тұрады. Сол үшін түсінбей жатсаңыз, міндетті түрде переводчик арқылы аударып қараңыздар. Бұл жерден назад басып шығып кетейік, енді размер таңдауды үйренетін боламыз. Назад басып, мына дүкеннен шығып кетеміз. Мына пижама сатып тұрған дүкенге кіріп көрейік. Мына сатып алу батырмасын басамыз. Мына жерде бірнеше түрлер бар екен. Мынау бізде размерлері ML, XL, 2XL деген. Осы размерлердің қапталында осындай сандар көрсетілген. Сосын осындай джин деген белгі бар. Бұл нені білдіреді? Бұл қытайлардың салмаққа қолданатын өлшем бірлігі. Киім таңдаған кезде осындай иероглиф тұрса, бұл салмақты білдіреді. Мысалы, мына XL размердің қасында 120-дан 135 джинға дейін деп тұр. Размерді осы сандардың жартысымен есептейміз. 120 джинді екіге бөлгенде 60 кг шығады. Мысалы, сіздің салмағыңыз 60 кг болса, онда осы 120 джин дегенді таңдайсыз. Мына жерде L размерінде 100-ден 120 джинға дейін деп тұр. Бұл жаңағыдай екіге бөлеміз. Бұл L размер салмағы 50-ден 60 кг дейін адамдарға арналған. Мысалы, менің салмағым 55 кг, сонда мен мына жерде L размерін таңдаймын. 100-ден 120 джинға дейін дегенді. Бұл салмағы 50-ден 60 кг дейін адамдарға арналған. Сосын қазір назад басып, осы дүкенге кірген кезде астына түсе берсеңіз, осындай осы товардың размерная сеткасы болады. Бұны скриншот жасап, Google переводчикпен қараймыз, аударып. Мына жерде мына біріншісі жаңағы размерлері, келесі мына екіншісі длина одежды, келесі окружность груди, одан кейін длина рукава, сосын мына соңғысы длина брюки. Бұл осы товардың әр размерінің өлшемдері. Осыған қарап, өзіңіздің денеңіздің өлшемдерін сантиметровый лентамен өлшеп, размерді таңдасаңыз болады. Размерный сетка түсінікті болса, қазір бұл дүкеннен назад басып шығып кетеміз. Енді қазір детский киімнің размерін үйренетін боламыз. Мына детский пижама сатып тұрған дүкенге кірейік. Мына сатып алу батырмасын басамыз. Мына жерде 90-нан 160-қа дейін размерлері көрсетілген. Детский киімдерде көбінесе размерлері баланың бойының ұзындығымен өлшенеді. Бұл жерде 90, 100, 110, 120, 160-қа дейін баланың бойының ұзындығына қарай өлшемдері. Баланың бойын өлшейсіз сантиметр лентамен, сосын осы жерден размерін таңдайсыз. Мысалы, менің 7 жасар баламның бойы қазір 136 сантиметр, мен мына 140 деген размерді таңдаймын. Бұрын бойы 130 сантиметр болған кезде осы 130 деген размерді алып жүрдім, размері дәл келіп жүрді. Қазір мына жасыл түрі таңдалып тұр. Бұның 90 деген размері жанбай тұр, осындай серый болып тұр. Бұл размер қазір жоқ деген сөз. Кейбір киімдерде маломерка, большомерка болып келуде мүмкін. Қазір назад басамыз да, дүкенге кірген кезде астында размерный сеткасы болады, соны қараймыз. Бұл размерный сеткада осы пижаманың әр размерінің өлшемдері жазылған. Егер қай размер аларын білмей жатсаңыз, киімнің осындай размерная сеткасынан қарасаңыз болады, Google переводчик арқылы аударып. Енді бұл дүкеннен шығамыз да, аяқ киімдердің размерін қарайтын боламыз. Мына женский қара кроссовканы қарайық. Мына сатып алу батырмасын басамыз. Кроссовканың бірнеше түстері, бірнеше түрлері бар екен. Сосын мына жерде размерлері көрсетілген 35-тен 40 размерге дейін.
Бұл Қытайдың кроссовкаларында размерлері дәлме-дәл келе бермеуі мүмкін. Қазір назад басамыз да, дүкенге кірген кезде астында аяқ киімдердің де размерная сеткасы болады. Аяқ киім таңдаған кезде табандарыңызды сантиметровый лентамен осылай картинкадағыдай өлшеп, сосын осы размерный сеткадан қарасаңыз болады. Мысалы, сіз табаныңызды өлшегенде 23 сантиметр болса, онда мына размерный сеткадан қарағанда сіздің размеріңіз 37 размер. Мына размерный сеткада миллиметрмен көрсетілген. 23 сантиметр дегеніміз осы 230 миллиметр. Мына астындағы барлығы миллиметрмен көрсетілген. Бұл адамның табанының өлшемдері. Осы размерный сеткаға қарап размерді анықтауға болады. Сосын әрбір дүкенде размерный сетка әртүрлі болуы да мүмкін. Аяқ киімнің размерін таңдау түсінікті болса, бұл жерден назад басып шығып кетеміз. Қазір енді детский аяқ киімнің размерін қараймыз. Мына детский кроссовка сатып тұрған дүкенге кірейік. Мына сатып алу батырмасын басамыз. Мына жерде 21-ден 30-ға дейін размері бар екен. Мына 21, 22, 23, 24, 25-тен 30-ға дейін мынау размерлері. Мына размерлердің қасындағы сандар 21 размердің қасында 14 деп тұр. Бұл осы аяқ киімнің ішіндегі ұзындығы, внутренняя длина деп тұр. Қазір дұрыс размер таңдауды сізге көрсетемін. Қазір назад басамыз да, мына дүкенге кірген кезде ең астына түсе береміз де размерный сеткасын тауып аламыз. Мінекей мынау размерный сеткасы. Осы бетін скриншот жасап аламыз да Google переводчикпен аударып қараймыз. Үлкейтіп жақындатамыз. Қарап аламыз. Мына жерде размер, мынау внутренняя длина обуви, сосын мына жерде подходит для длины стопы деп тұр. Кішкене астына түскен кезде баланың табанын қалай дұрыс өлшеу керек көрсетілген. Ақ қағазға осылай баланың табанын қойып, сызып аламыз да сантиметр лентамен немесе линейкамен өлшейміз. Сосын мына жерде жазылған внутренняя длина обуви тең болады длина стопыға плюс 1 сантиметр. Бұл дегеніміз, мысалы, сіз балаңыздың табанын өлшегенде 13 сантиметр болды дейік. Мына жерде длина стопы деген сол баланың табанының ұзындығы. Осы размерный сетка бойынша соған 1 сантиметр қосуымыз керек. Мына жерде солай жазылған, баланың табанының ұзындығына 1 сантиметр қосамыз. Сонда ол мына размерный сеткадағы внутренняя длина обувиға тең болады. Мысалы, баланың табаны 13 сантиметр болса, мына размерный сеткадан қараймыз. Мынау баланың табанының ұзындығы 13 болса, мына 21 размер болады. Мына 14 деген внутренняя длина обуви, аяқ киімнің ішіндегі ұзындығы. Баланың табаны 13 сантиметр болса, соған 1 сантиметр қосамыз, сол мына внутренняя длина обувиға тең болады. Қазір қайтадан Pintodo сайтына барамыз. Мына жерде мынау баланың табанының ұзындығы, ал мынау внутренняя длина обуви, аяқ киімнің ішінің ұзындығы. Баланың табанын өлшеймізде, мысалы, жаңа 13 сантиметр дедік қой, соған 1 сантиметр қосасыз, сонда сол мына внутренняя длина обувиға тең болады. Сонда біз мына 21 размерді таңдаймыз. Қазір жаңағы размерімізді ашайық. Мына жерде сонда размерлердің қасында внутренняя длина обувидің, аяқ киімнің ішкі жағының ұзындығы көрсетілген. Мысалы, баланың табаны 13 сантиметр болғанда, соған 1 сантиметр қосасыз, сонда 14 болады. Мына 21 размер дегенді таңдаймыз. Детский аяқ киімнің размерін таңдайтын кезде, осы бетін скриншот жасап, переводчикпен аударып қараңыздар. Басқа дүкендерде басқаша жазылып тұруы да мүмкін. Сосын жаңағыдай размерный сеткасын қараңыздар. Әр дүкендікі әртүрлі болуы мүмкін. Бір товардың әртүрлі түсінен және әртүрлі размерінен таңдау. Қазір бір дүкенге кіріп, бір товардың әртүрлі түрінен және әртүрлі размерінен бірге алуды үйренетін боламыз. Мына женский үйге киюге арналған киімді сатып тұрған дүкенге кірейік. Мына сатып алу батырмасын басамыз. Осындай бірнеше түрлері бар екен. Астына түскен кезде размерлердің астында осындай батырма болады. Аударып қарасаңыз, выберите несколько стилей одновременно деп тұр. Осыны басқан кезде осылай ашылады. Осы жерден өзімізге керекті түрлерінен және размерінен таңдаймыз. Мысалы, мен мына сарыны алайын, үстінен басып белгілеп қоямын. Размерден мына XL размерді белгілеймін. Сосын мына қызыл батырманы басамыз. Мінекей бір размерді таңдап қойдық. Осы жерден тағы да басқа түрінен және басқа размерінен таңдаймыз. Мысалы, мына астында тұрған мына түрінен таңдап белгілеп қояйын. Размерінен енді 2XL-ді алайын. Сосын мына астындағы қызыл батырманы басамыз. Мінекей екеуін таңдадық. Енді тағы басқа түрлерінен және басқа размерлерінен алатын болсақ, мына жерден мына плюсы бар батырманы басамыз. Енді мына көк түрінен алайық, ал размерінен мына 3XL-дан алайық. Сосын мына қызыл батырманы басамыз.
Мінекей, үшіншісі де таңдалды. Осылай бір товардың әртүрлі түрінен, әртүрлі размерінен таңдауға болады. Тағы да басқа түрінен және басқа размерінен қосып алғыңыз келсе, осы плюсы бар батырманы басып ала берсеңіз болады. Керекті түрін, размерін таңдап болғаннан кейін, мына астындағы қызыл сатып алу батырмасын басып, әрі қарай сатып аламыз. Покупка жасауды әлі алдағы уақытта көрсететін боламын. Қазір біз мына жерден назад басып шығып кетеміз де, тағы назад басып, бұл дүкеннен де шығып кетеміз. Енді ұнаған товарымызды корзинаға салғаннан кейін, сол корзинадан товардың әртүрлі түрінен және әртүрлі размерінен бірге алуды көрсетемін. Енді мына женский пижама сатып тұрған дүкенге кірейік. Бірінші мына жүрекшені басып, корзинаға салып аламын. Осылай ұнаған товарыңызды бірінші корзинаға салып аласыз да, сосын назад басып бұл дүкеннен шығамыз. Мына астындағы личный кабинетімізге өтеміз. Сосын мына жерден мына корзинаға кіреміз. Мынау біздің жаңағы сохранить етіп алған пижамамыз. Енді осы пижаманың әртүрлі түрінен және әртүрлі размерінен бірге алу үшін, осы пижаманың қапталында, мына описаниесінің астында осындай батырма бар, соны басамыз. Бұл батырма осы корзинада тұрған товарлардың барлығында бар. Қазір осы батырманы үстінен басамыз. Осылай ашылады. Осы жерден өзімізге керек түсін, керек размерін таңдаймыз. Мысалы, бірінші тұрған картинаны үстінен басып таңдап белгілеймін. Размерінен XL-ді таңдайын. Сосын мына астындағы қызыл батырманы басамыз. Мінекей, біздің жаңағы таңдаған пижамамыз мына жерде көрсетіліп тұр. Мына описаниенің астында бір размері таңдалып, мына жерге птичка өзі қойылып кетті. Енді осы пижаманың тағы басқа түрінен және басқа размерінен алатын болсақ, осы пижаманың қапталында осындай серый плюсы бар батырма шықты, соны басамыз. Осы жерден енді мына сары түрінен алайық. Размерінен енді L размерін алайық. Сосын мына астындағы қызыл батырманы басамыз. Менде осындай бірдеме шығып кетті. Егер осындай түсініксіз жазулар шығып кетіп жатса, переводчик арқылы аударып қараңыз. Бұл проверка безопасности екен. Мына қызыл батырманы басамын. Мына жерде мына рисунканы дәл мына үстіне апарып қоюымыз керек. Болды, сосын өзі кетіп қалады. Жаңағы біздің таңдаған пижаманың екінші түрі де таңдалды. Мына жерден көрсетіліп тұр. Тағы да басқа түрінен, басқа размерінен қосып алатын болсақ, мына серый плюсы бар батырманы басамыз. Енді мына розовый цветін алайын. Размерінен 3XL-ді алайық. Егер осы розовыйдан екі немесе одан да көп алғыңыз келсе, мына жерде мына плюсті басасыз. Сосын мына қызыл батырманы басамыз. Мінекей, жаңағы үшінші таңдаған размеріміз де таңдалды. Корзинадан керек түстерін және керек размерлерін таңдадық. Мына жерге птичка қойылды. Мына жерде мынау үш пижаманың бағасы астында да көрсетіліп тұр. Негізі үш пижаманың бағасы 103,92 юань. Мына жерде 27 юань скидка болғанда, бағасы 76,92 юаньға түскен. Осы корзинадан сразу бір товарды сатып алсаңыз да болады. Әрі қарай мына сатып алу батырмасын басып, мына қапталындағы птичканы басып, бірнеше товарда алсаңыз да болады. Мысалы, мына ковриктің қапталындағы птичканы басатын болсам, осылай түсін таңда, размерін таңда деп ашылады. Қазір назад басайын. Немесе мына қасындағы мына батырманы бассаңыз да болады. Түсі мен размері ашылады. Таңдайсыз сосын. Енді мына корзинадағы керек емес товарды удалить ету үшін қазір біреуін удалить етіп көрсетейін. Мына корзинадағы керек емес товарды удалить етіп тастау үшін мына товардың қапталында осындай 3 точка болады. Соны басамыз. Сосын осындай 3 батырма шығады. Мына біріншісін бассаңыз, осы товарды сатып тұрған магазинге кіріп кетесіз. Сосын осы товарды сатып тұрған магазиннің басқа да барлық товарларын қарасаңыз болады. Мына екіншісін бассаңыз, осындай товардың басқа дүкендерде сатылып жатқан түрлерін шығарып береді, немесе осы товарға ұқсас товарларды шығарып береді. Ал мына үшіншісі удалить деген. Керек емес товарды корзинадан удалить етіп тастағыңыз келсе, осы үшінші батырманы басасыз. Бұл батырмалар Pinduoduo приложениесында арасында обновление болған кезде өзгеруі мүмкін, немесе орындары ауысуы мүмкін. Сол үшін сразу басып жібермей, скриншот жасап, переводчик арқылы аударып қараңыздар. Осы удалить деген батырманы басып, осылай корзинадағы керек емес товарды удалить етіп тастаймыз. Pinduoduo сайтында дүкеннің маңызды белгілері. Сапалы товарға заказ беру үшін осы дүкеннің маңызды белгілерімен қазір танысатын боламыз. Қазір мына басты бетіндегі дүкендерді қарайық. Мына орамал сатып тұрған дүкеннің сыртында осындай қызыл белгі бар. Бұл белгі нені білдіреді? Бұл Pinduoduo сайтындағы көп жағдайда бренд өнімдерге берілген субсидиясы. Яғни субсидия болғанда, мысалы, белгілі бір бренд өнімдердің бағалары қымбат болады. Мысалы, мына орамалдың негізгі бағасы сәл қымбатырақ деліп, Pinduoduo платформасы осы орамал сатып тұрған дүкенге қосымша субсидия ақша береді. Осы орамалды арзанырақ сатсын деп. Бұл жерде сатып отырған дүкенде ұтылмайды, себебі қалған ақшасын Pinduoduo платформасы беріп отырады. Бұл жерде тек қана сатып алушы ұтымды пайдаланып отыр, себебі қымбатырақ сатылған бренд өнімді арзанырақ бағамен алып отыр.
Сосын осы жаңағы қызыл белгінің қасында осындай қара белгі бар. Бұл негізінде бренд дегенді білдіреді. Бренд дегенде көз алдымызға Adidas, Nike, Reebok деген брендтер келеді. Ал Pinduoduo сайтында Қытайдың өздерінің ішкі бренд дүкендері де өте көп. Негізінде бұл брендтің белгісі жақсы белгі, бірақ соңғы кезде осы бренд белгісі бар дүкеннен товар алған адамдар товарлары шамалы болып келіп жатыр деп айтып жатыр. Сол үшін міндетті түрде отзывтарын қараймыз. Живой фотоларын, видеосы болса видеоларын қараймыз. Қазір мына орамал сатып тұрған дүкенге кірейік. Сәл төменге қарай түсеміз. Мына жерде номер 2 деген осындай қызыл белгі бар. Бұл жерде субсидиясы бар орамалдар сататын дүкендердің ішінде осы дүкен сатылым саны жоғары, сатылым саны бойынша номер 2 орында тұр деген. Осы қызыл белгінің үстінен басатын болсақ, осылай ашылады. Мына жерде жаңағы орамал сататын дүкен 2 орында тұр. Бұл жерден назад басып шығып кетеміз. Сосын мына жерде осындай белгі бар. Мына серый жазумен 100% бренд деп жазылған. Келесі мына жерде плюс-минус деген осындай серый жазу бар. Бұл белгі осы товардың качествосы жақсы, качествосына гарантия береміз деген сөз. Сосын мына астына түскен кезде отзывтары тұр. Қандай бренд товар болса да міндетті түрде отзывтарын қараңыздар. Осы отзывы бөліміне кірген кезде товардың сапасын көзбен көре аласыздар. Бұл орамалдың сапасы уже көрініп тұр қандай екені. Мына жерде осылай киімнің этикеткасын суретке түсіріп қойған. Мына этикеткасында 100% таза хлопок деп жазылып тұр екен. Осылай асықпай живой фотоларды қарап шығыңыздар. Қазір назад басып бұл дүкеннен шығып кетеміз. Келесі белгі. Қазір қараймыз, қандай тағы жақсы белгілер бар. Мына әйелдердің іш киімін сатып тұрған дүкенде осындай қоңыр белгі бар. Бұл белгі флагманский магазиннің белгісі. Бұл да жақсы белгі. Осындай белгісі бар дүкеннен товар алсаңыз, сапасы жақсы болып келеді. Осы іш киім сатып тұрған дүкенге қазір кіріп көрейік. Осы жерден сәл төменге түсеміз де, мына жерде осындай қызыл 2 адамның басы тұрған сияқты белгісі бар. Бұл дегеніміз осы товарды сатып алған клиенттер қайтадан келіп осы товарды сатып алып жатыр деген. Яғни сатып алып жатқан адамдарға товар ұнап, олар қайтадан сатып алып жатыр деген. Бұл жерден назад басып шығып кетеміз де келесі белгіні қараймыз. Мына детский аяқ киім сатып тұрған дүкенде осындай қолдың суреті бар, белгі бар. Бұл Pinduoduo платформасының дүкенге берген белгісі. Өте жақсы комментарийлары бар, возвраттар саны аз, қайта келіп сатып алып жатқан клиенттері көп, дүкендерге береді осы белгіні. Заказ беретін кезде осындай дүкеннің белгілеріне мән беріңіздер. Сапасы нашар товарға ұрынбасы үшін слишком арзан тұратын товарға қызықпаңыздар. Егер товар ұнап қалып жатса, жақсылап отзывтарын қараңыздар. Сапасы нашар товарға заказ беріп қоймасы үшін ең алдымен товардың сатылым санына қараймыз. Сосын дүкенге кіріп, отзывтарын жақсылап қараймыз. Сосын осы отзывыға кіргенде жоғарысында осындай стрелканы басып, егер жаман отзывтары болатын болса, жаман отзывтарын кіріп қараңыздар. Осылай серый болып астыңғы жағында тұрады. Бұл отзывыдан шығамыз да келесі дүкеннің рейтингісін қараймыз. Осы рейтингісін переводчикпен аударып қараңыздар. Егер қымбат товарға заказ беретін болсаңыз, міндетті түрде қараңыздар. Неше жыл болған дүкен, подписчиктерінің саны, қымбат товарларды жаңадан тіркелген дүкеннен алмаған дұрыс. Қазір бұл дүкеннен назад басып шығып кетеміз. Сосын тағы бір айтып кететін жайт, дүкеннің сыртында товардың сатылым саны көп көрсетіп тұрады да. Мысалы, мына пижама сатып тұрған дүкеннің сыртында 430 б деп тұр. Бұл 4 миллионнан астам сатылған деген. Қазір осы пижама сатып тұрған дүкенге кірейік. Енді мына отзывтарын қарасақ, тек 20 адам отзыв қалдырған екен. Егер осылай дүкеннің сыртында сатылым саны көп көрсетіп, ал отзывтары аз болса, бұндай товарды алмаған дұрыс. Бұл жерде кішкене накрутка жасап қойған сияқты. 4 миллион сатылым болып, енді 20 ғана отзывы қалдыру деген өтіріктеу сияқты. Сосын осы отзывыға кірген кезде кейде осылай кішкене картинка сияқты болып фотолар тұрады. Осындай живой фотоларға ұқсамайтын картинка сияқты отзывтары аз болса, лучше бұл товарды заказ бермеген дұрыс. Заказ бергіңіз келсе, өзіңіз білесіз, бұл товар жақсы болып келуде мүмкін, бірақ көп жағдайда отзывтары аз дүкендерден заказ бергенде качествосы жаман болып келіп жатады. Отзывтары көп болса да, живой фотоларды жақсылап қараймыз. Жаңағы айтылған дүкенде жақсы белгілері болса да, міндетті түрде отзывы, живой фото, видеосы болса, видеосын қараймыз. Достар, қазір мен сізге товарды төлем жасап, сатып алуды көрсететін боламын. Тағы бір айта кететін жайт, Pinduoduo сайтында бір-бірден бөлек-бөлек товарға заказ беретін болсаңыз, 2 юань комиссия қосылады. 65-70 юаньға дейінгі бір товарға заказ берсеңіз, 2 юань комиссия қосылып отырады. Енді 2 юаньда ондай көп емес.
курсқа байланысты қазір 2 юань 140 теңге болып тұр. Мысалы сіз бір күннің ішінде 6-7 товарды бөлек-бөлек төлем жасап заказ берсеңіз, каждый бөлек төлем жасаған заказға 2 юаньнан комиссия қосылады. Бұл 65-70 юаньға дейінгі товарларға. Ал егер товардың бағасы 65-70 юаньнан жоғары болса, онда уже 3% комиссия ұстайды. Сол үшін заказ берейін деп отырған товарларды корзинаға жинап, бәрін сразу бірге бір төлем жасап алған дұрыс. Корзина дегеніміз ұнаған товарға жүрекше басып, избранныйға жинап, сосын төлем жасап аламыз. Оны да сізге көрсететін боламын. Қазір сізге бір товарды алып көрсетейін. Бір түйір товарды да сатып алсаңыз болады, ұнап тұрса. Мысалы, мен қазір мына детский шортыды сатып алайын деп отырмын. Қазір осы детский шорты сатып тұрған дүкенге кірейін. Дүкенге кіргеннен кейін мен ең бірінші мына шортыдың материалын қараймын. Состав материалы деген мына стрелканы басамын. Мына жерде материалы хлопок деп тұр. Одан кейін міндетті түрде отзывтарын қараймыз. Жаңа мен қарадым, вроде нормально. Одан кейін мына қызыл төлем батырмасын басамыз. Одан кейін мына жерде 4 түрі бар екен. Өзімізге керек бір түрін таңдап аламыз. Мысалы, мен мына бір түрін таңдап белгілеп қояйын. Сосын астына түсіп, размерін таңдап белгілейміз. Мен 120-ны таңдадым. Енді мына жерде қараңыз. Мына қызыл төлем батырманың үстінде стрелка бар, осындай. Бұл жерде қазір менде WeChat арқылы төлем жасау таңдалып тұр. Қазір осы стрелканы бассақ, осылай ашылады. Тағы да мына стрелканы басамыз. Мына жерде мына біріншісі кәдімгі Pinduoduo'ға тіркеген төлем картамыз арқылы төлем жасауға болады. Мына екіншісі WeChat арқылы, ал мына үшіншісі Alipay арқылы төлем жасауға болады. Егер WeChat болмаса, мына Pinduoduo'ға тіркеген карта арқылы төлем жасайсыздар. Мана айтып кеткендей, осы карта арқылы төлем жасасаңыз шамалы комиссиясы бар. Ал мына WeChat арқылы төлем жасасаңыз 200 юаньға дейін комиссия қосылмайды. Тек товардың ақшасын төлейсіз, үстіне ештеңе қосылмайды. Тек 200 юаньға дейін, ал 200 юаньнан жоғары болса, уже комиссия жүреді. Ол үшін WeChat приложениесін жүктеп, регистрация жасайсыз, осы номеріңізбен Pinduoduo'ға тіркелген. Достар, WeChat'тың қалай регистрация жасау тегін сабағы менің осы YouTube каналымда бар. Осы YouTube каналға өтіп, видеолар деген жерден қарасаңыз болады. Мен WeChat арқылы төлем жасап жүргесін, менде қазір мына птичка WeChat'та тұр. Егер сізде WeChat болмаса, мына птичканы мына жүрекшеге қоясыз, карта арқылы төлем жасайсыз. Қазір мен осы жүрекшеге қойып, карта арқылы төлем жасап көрсетемін. Птичка қойдым, қазір осы товарға төлем жасаймыз. Мына қызыл төлем батырманы басамыз. Қазір бағасы 14,89 юань деп тұр. Осылай төлем жасаймыз. Жаңа бағасы 14,89 юань болып еді, 2 юань комиссия қосылды. Бағасы 16,89 юань болды. Сатып алатын болсақ, мына қызыл төлем батырманы басамыз. Төлем жасайтын кезде Каспи приложениедағы оплата в интернете дегендегі доступты ашуға ұмытып кетпеңіз. Төлем жасайтын кезде Каспи Gold тіркеген болсаңыз, Каспи приложениеға кіріп, Мой банк дегенге кіресіз, сосын Каспи Gold дегенге кіріп, оплата в интернетеға кіріп, доступ ашып төлем жасайсыз. Сосын қайтып жауып қойыңыздар. Себебі қазір көбісі айтып жатыр, интернеттен неше түрлі мошенниктер, даже Pinduoduo арқылы өзімен өзі төлем алынып жатыр деп айтып жатыр. Мен өзім де солай тез оплата жасаймын да, қайтып доступты тез жауып тастаймын. Сонымен мен қазір мына төлем батырмасын басып, оплата жасаймын. Осылай Каспи Gold карточкамыздағы артындағы 3 сандық CVV кодымызды сұрайды, соны осында жазамыз. Достар, сосын Pinduoduo'ға төлем карта тіркеген кезде 6 сандық пароль орнатқан болатынбыз. Төлем жасаған сайын сол парольді сұрайды. Соны тересіз, егер сол 6 сандық парольді сұраса. Сол парольдарыңызды ұмытпаңыздар, жазып қойған боларсыздар. Егер ұмытып қалып жатсаңыз, менің осы YouTube каналыма өтіп қарасаңыз болады, соның видеосы да бар. Егер сол 6 сандық төлем парольді ұмытып қалған жағдайда. Так, CVV кодымызды тердік, енді мына қызыл батырманы басамыз. Мінекей төлем алынды, осылай Каспиге уведомление келеді. Бұл жерден шығып кетеміз де, астындағы мына смайликтің суреті бар, профиль бетімізге өтеміз. Менің жаңағы заказ берген товарым мына карточкаға түсті. Бір товар болғасын, осылай үстінде 1 деп тұр. Продавецке уведомление барып, сосын ол мына сағатқа өтеді, одан кейін продавец оны упаковкаға салып дайындап, курьерге тапсырады. Сосын ол жолға шығады, сол кезде мына грузовиктен жанады. Сосын достар, жаңа пост арқылы заказ бергенде, қазір мен сізге көрсетейін, жаңа постқа кіріп, мына жерде астында мына тапсырыс деген бөлімге кіресіз. Заказ бергеннен кейін где-то продавецке курьерге де байланысты, кейде 1-2 күнде, кейде 3-4 күнде заказ берген товарыңыз осы жерден көрсетіледі, жолға шыққаны. Бірінші мына күтілуде деген жерде көрсетіледі, содан кейін қоймада, жолда деп жанады. Мен жақында заказ берген едім, менікі уже қоймада деп көрсетіліп тұр. Мына бөлімшеде көрсетіліп тұрса, уже сіздің қалаңызға, филиалға келді деген сөз, уже барып алсаңыз болады. Сосын филиалына товарыңызды алуға барған кезде, мына астындағы қызметтер деген бөліміне кіріп, мына жоғарыда тұрған GP кодыңызды складтағы қызметшіге көрсетесіз.
Мына жаңа пост каргосында қазіргі таңда товар келген кезде товардың салмағының ақшасын наличка қабылдамайды. Осы жаңа пост приложениесінің ішінен Каспий Голд арқылы төлем жасаймыз. За доставку товардың салмағына ақша төлеу үшін мына астындағы тапсырыс дегенге өтеміз. Товарымыз келген кезде мына бөлімше дегенге кіреміз. Менде мына жерде бір товар келіп тұр бөлімшеге. Сосын осылай өзі птичка қойылып кетеді. Егер бірнеше товар келсе де, осылай птичка қойып шығасыз төлейтін товарға. Сосын астында жасыл төлейтін сома деп доллармен бағасы көрсетіліп тұрады. Осы жасыл батырманы басасыз. Әрі қарай мына дайын дегеннің үстінен басамыз. Сосын мына астындағы Каспий Голд арқылы толықтыру деген мына қызыл батырманы басамыз. В общем, әрі қарай Каспий Голдтарыңыз арқылы төлем жасап жібересіз де, Каспий Голдтың ішінде көрсетпей тұр. Төлем жасайсыз да, қайтадан жаңа постқа кіресіз. Қайтадан осылай шығады. Осы төлейтін сома деген мына жасыл батырманы қайтадан басасыз. Мінекей осылай сәтті төленді деп ақша қабылданады. Осылай товардың салмағына за вес осы жаңа пост приложениесінің ішінен төлем жасайсыз. Достар, жаңа мен сізге бір түйір товарды сатып алуды көрсеттім. Бір-бірден бөлек сатып алсаңыз, енді 65-70 юаньға дейінгі товарларға 2 юань комиссия қосылады. Сол үшін арзандау товарларды 60-70 юаньға дейінгі корзинаға жинап, бір төлем жасап сатып алған дұрыс. Қазір бірнеше товарды корзинаға жинап сатып аламыз. Қазір мысалы мына көк футболканы алайық. Мына астындағы жүрекшеге птичка қойып, сохранить етіп аламыз. Бұл жерден шығып кетеміз де, тағы басқа товарларды қарайық. Келесі мына ақ шортыды да сохранить етіп алайын. Бұған да жүрекше басамын. Назад басып, тағы бір товарды қарайық. Мына сумканы да ала салайын. Бұны да сохранить етіп аламыз, мына жүрекшені басып. Қазір назад басып, шығып тағы бір сат алайық. Мына бір детский шортикті де алайық. Бұны да сохранить етіп аламыз. Мына жерден назад шығамыз, тағы да бір назад шығамыз. Енді жаңа бәрін сохранить етіп алған избранные товары деген жерге өтеміз. Ол үшін мына астындағы смайлик тұрған профильге өтеміз. Мына жерде мына избранные товары деген мына ортасында ақ жүрекшесі бар, осы батырмаға кіреміз. Бұл жерде біз жаңа жүрекшені басып сохранить етіп алған товарларымыз жиналып тұрады. Мына мен жаңа сохранить етіп алған мына товарларға енді қапталында осындай птичка қоятын жері бар. Соған алайын деп отырған товарларға птичка қойып шығамыз. Мына товардың қапталына птичка қойған кезде осылай товардың түсін, размерін таңда деп шығады. Осы жерден шортыдың ұнаған түсін таңдап, үстіне басып белгілеп аламыз. Мына серыйын таңдаймын. Сосын размерден мына 120-ны таңдаймын. Үстінен басып белгілеп қоямыз. Сосын мына астындағы қызыл батырманы басамыз. Мына бірінші товарға түсін таңдап, размерін таңдап птичка қойдық. Келесі мына сумкаға де жаңағыдай мына қапталына птичка қойып, керек түсін таңдасаңыз болады. Немесе мына қапталында осындай серый квадратикте батырма бар, осыны басасыз. Осы серый квадратиктегі батырманы бассаңыз да осылай түсін таңда, размерін таңда деп ашылады. Мына розовый цветін таңдайын. Сосын мына астында размерлері бар екен. Мына средний, большой, очень большой деген 3 размері бар екен сумканың. Мына средний дегенді үстінен басып белгілеп қояйын. Сосын мына астындағы қызыл батырманы басамыз. Осылай алайын деп отырған товарларыңызға птичка қойып, керекті размерін, түсін белгілеп аласыз. Келесі мына шортыға да қапталына птичка қояйын. Керек түсін, керек размерін таңдап, мына қызыл батырманы басамын. Мына футболканың қапталына да птичка қояйын. Керек размерін, түсін таңдаймыз оның да. Мына қызыл түсінен 120-шы размерін белгілеп қояйын. Мына астындағы қызыл батырманы басамыз. Алайын деп отырған товарларымызға птичка қойып шықтық. Осы 4 товар 36-да 74 юань болып тұр. Астында общий бағасы көрсетіліп тұр. Бәріне птичка қойып бағасын қарап болғаннан кейін мына қызыл төлем батырмасын басамыз. Мына жерде үстіне бір қараймыз. Үстінде біздің таңдап қойған каргомыздың адресі тұру керек. Заказ беріп тастамай тұрғанда міндетті түрде осы үстіне бір қарап тексеріңіз. Сіздің таңдап қойған каргоңыз тұр ма, тексеріңіз. Ато арасында бір неполадки болып ауысып кету мүмкін. Үстіндегі каргомыз дұрыс тұрса, астындағы товарларды да бір қарап шығамыз да, астына қарай түсеміз. Қазір мына птичка жүрекшеде тұр. Пиндодоға тіркелген картамыз арқылы төлем жасаймыз. Алдыңғы сабақта айтып кеткендей, WeChat болмаса, осы карта арқылы төлем жасайсыздар. Әрі қарай мына қызыл төлем батырмасын басамыз.
Мінекей қараңыз, жаңа 4 заттың бағасы 36-да 74 юаньға тек 2 юань комиссия қосылды. Бағасы 38-де 74 юань болды. Егер сіз осы 4 товарды бөлек-бөлек оплата жасап бір-бірден алғанда, әрқайсысына 2 юаньнан комиссия төлейсіз. Ал егер осылай избранныйға салып, жинап, бір төлем жасап алсаңыз, кішкене тиімді болады. Уже мен осы 4 товарды бірге алып 6 юань үнемдедім. Әрине 65-70 юаньға дейінгі товарларға. Егер бағасы одан жоғары болса, уже 3% комиссия жүреді. Әрі қарай мына қызыл төлем батырмасын басып, төлем картамыздағы CVV код теріп, 6 сандық пароль сұраса, соны теріп төлем жасаймыз. Ал егер сізге осы төлем жасау түсінікті болса, келесі енді возврат жасауды сізге көрсетейін. Егер бір товарға возврат жасайтын болсаңыз, осы сағаттың тілінде тұрған кезде жасайсыз возвратты. Егер мына грузовикке өтіп кетсе, возврат жасау қиындау болады, ұзақ процесс болып кету мүмкін. Сол үшін тек мына сағаттың тілінде тұрған кезде жасайсыз возвратты. Возврат жасау үшін осы сағатқа кіреміз. Осы бір товарға мен қазір возврат жасаймын. Егер осы бетін түсінбесеңіз, осы бетін скриншот жасап алыңыз да Google переводчик арқылы қараңыз. Қазір мына товардың астында мына бірінші батырма, возврат жасау деген батырма. Арасында осы батырмалардың да орындары ауысып кетуі мүмкін. Сол үшін егер сіз осы бетін түсінбей жатсаңыз, скриншот жасап Google переводчик арқылы аударып қарасаңыз болады. Қазір возврат жасау үшін осы возврат жасау деген осы бірінші батырманы басамыз. Осылай ашылады. Бұл бетінде түсінбесеңіз, скриншот жасап Google переводчик арқылы қараңыз. Әрі қарай біз осы товарға возврат жасауымыздың себебін жазуымыз керек. Осы стрелканы басамыз. Осы жерде бірнеше себептер көрсетілген. Мен мына астындағы другие причины дегенді таңдадым. Үстінен басамыз, птичка қойып. Сосын біз мына жерге, осы жерге себебін жазуымыз керек тағы. Ол үшін біз Google переводчикке кіреміз де, так мынаны орысшадан қытайшаға деп ауыстырып алайын. Заказала не тот размер деп жазайын. Осының қытайшасын мына копировать деген батырманы басып, копировать етіп аламыз да, қайтадан Pinduoduo сайтына барамыз. Жаңағы осы жерге копировать етіп алған сөзімізді үстінен басып тұрамыз да, мына вставить дегенді басып, осы жерге қоямыз. Сосын мына астындағы қызыл батырманы басамыз. Мінекей возвратымыз сәтті жасалынды. Қазір мына жерден назад басамыз, тағы бір назад басып шығып кетеміз. Жаңа осы сағатта тұрған товар уже сағатта жоқ болып кетті. Жаңа сол возврат жасаған товарымыз, мына юаньның белгісі бар, мына возврат батырмаға ауысып кетті. Қазір осы батырмаға кіріп қарайық. Мінекей мынау біздің жаңа возврат жасаған заказымыз. Бұл жерде біздің барлық возврат жасаған заказдарымыз тұрады. Возврат жасаған ақшамыз бір күннен 3 күнге дейін картамызға түседі. Назад басамыз. Достар, енді төлем жасау түсінікті болса, енді тағы бір-екі фишка көрсетіп жіберейін сізге. Товарды фильтр бойынша іздеу деген. Мысалы, қазір біз женские сапогиді іздеп көрейік. Мына поискке женские сапоги деп жазамыз да, поискті басамыз. Сонда бізге женский етіктердің барлық дүкендерін шығарып береді. Бұл жерде барлық етіктерді шығарып береді. Эко-кожа керек па, резиновый керек па. Қазір қайтадан жоғары көтерілейік. Енді жоғарыға қарасаңыз, жоғарыда осындай фильтрлары бар. Мына жоғарыда біріншісі 10 миллиард субсидий деген. Осы батырманы бассаңыз, сізге 10 миллиард субсидияға түскен етік сататын дүкендерді шығарып береді. Осыны бассаңыз, кілең осындай субсидияға түскен етік сататын дүкендерді шығарып берді. Алдыңғы сабақтарда айтқан болатынмын бұл белгі жайлы. Бұл жақсы белгі. Үстіне қарасаңыз, келесі мына оттың белгісі бар. Мына батырма бұл қазір распродажа болып жатқан сатылым саны көп дүкендерді шығарып береді. Бұны бассақ, сатылым саны көп дүкендерді шығарып береді. Барлығын қарасаңыз, осындай Б деген белгісі бар көбінде. Келесі мына үстінде осындай батырма, осыны бір рет бассаңыз, стрелка үстіне жанды, ең арзаннан басталатын етік сататын дүкендерді шығарып береді. Тағы да бір рет бассаңыз, стрелка астына жанды. Енді негізі қымбат етіктерді шығарып беретін еді, сәл қымбат етіктерді шығарып беріп отыр. Одан кейін мына келесі бренд деген сөз. Осыны бассаңыз, бренд дүкендерді шығарып береді. Сосын бренд болғанда, Қытайда ішкі бренд дүкендері өте көп. Осындай атауы бар дүкендердің көбі брендке жатады оларда. Қайтадан басында қалай тұр, солай қойдым. Келесі мына фильтрді басқанда, осылай фильтр ашылады. Мына жерде біріншісі ценовой диапазон, етіктің бағалары осындай аралықтағы етік сататын дүкендерді шығарып береді. Мына жерге өзіңіз жазсаңыз да болады, осындай бағадан осындай бағаға дейін деп. Мысалы, мына жерде 0-ден 26-ға дейін дегенді осыны үстінен бассақ, осындай бағадағы астына қарасаңыз 6034 дүкенді шығарып беріп отыр, етік сататын.
Осыны бассақ 26 юаньға дейінгі арзан етіктерді шығарып берді. Астына түсе берсеңіз дүкендер шығады. Қазір қайтадан жаңа фильтрімізға кірейік. Мына 26 дегенді қайтадан үстіне басып алып тастаймыз. Келесі осындай фильтр мына жерде 24 сағат ішінде жеткізу деген, 24 сағат ішінде тез жеткізетін дүкендерді шығарып береді сіздің Қытайдағы карго адреске дейін. Одан кейін мына товардың сапасына гарантия береміз деген белгі, осындай белгісі бар дүкендерді шығарып береді. Одан кейін мынау быстрый возврат, тез возврат жасайтын дүкендер. Келесі мынау Қытайдағы провинциялары. Мына более деген стрелкасы бар батырманы бассақ, барлық провинциялар ашылады осылай. Бұл жерде мысалы сіздің каргоға жақын провинцияны таңдасаңыз, сол провинциядағы етік сататын дүкендерді шығарып береді. Келесі мынау бренд дүкендер, скорее всего, мынау Қытайдың ішкі бренд дүкендері сияқты. Мына более деген стрелкасы бар батырманы бассақ, осы жердегі барлық брендтерді шығарып береді. Келесі бізде материал, товардың жасалған материалы. Мына стрелкасы бар батырманы бассақ, осылай барлығы ашылады. Мысалы, мынау эко-кожа деген. Мына жерде второй слой коровьей кожи, кроме коровьей замши деп тұр. Бұл дегеніміз таза кожа емес, араласқан деген. Мына жерде мынау первый слой свиной кожи деген, шошқаның терісі деген. Мына жерде мынау резина деген. Мына жерде мынау замш деген. Мына жерде мына бірінші тұрған первый слой коровьей кожи, кроме коровьей замши деген. Первый слой дегеніміз бұл жерде таза сиыр терісі. Қазір біз осы первый слой коровьей кожи дегенді таңдап, мына астында қызыл батырманы басатын болсақ, бізге таза сиырдың терісінен тігілген етіктерді шығарып береді. Қазір мынаны қайтадан алып тастайық. Келесі етіктердің каблугының ұзындығына қарай фильтр. Мысалы, мына жерде средний каблук, низкий каблук, высокий каблук деген сияқты каблуктың ұзындығына қарай фильтр. Мына жерде мынау закрытие деп тұр. Мынау молния сзади, мынау боковая молния деген. Мынау шнуровка спереди, мынау передняя молния деген. Келесі мына жерде етіктің функциясына қарай фильтр. Мысалы, мынау противоскользящий, мынау водонепроницаемый, мынау дышащий деген сияқты фильтрмен осындай етіктерді табуға болады. Достар, осымен Pinduoduoның барлық сабағын, басты фишкаларын сіздерге айтып көрсетіп шықтым. Сосын сізге тағы өзім қолданып жүрген екі каргоны видеоның соңында көрсетемін дегенмін, бірақ осы видеом 1 сағаттан асып кетті. Монтаж жасау қиындау болып кетті. Зависать етіп осы видеоны әрең жасадым. Сіздерге жаңа пост каргосын көрсеттім, қалай тіркеу керек екенін. Жаңа постпен заказ бере берсеңіз болады. Егер тағы карго керек болса, жаңағы мен қолданып жүрген екі каргоны осы YouTube каналға бөлек видео қылып шығарамын. Осы YouTube каналға тіркеліп қойыңыздар. Сонда менің жаңадан шығарған видео сабақтарымды көріп отырасыз, өткізіп алмай. Және менің осы YouTube каналымда басқа да Pinduoduo сайтының, басқа Қытай сайттарының пайдалы тегін сабақтары, фишкалары бар. Осы YouTube каналыма өтіп қарасаңыз болады.